Қамар сұлу 7-ші бөлім. Зікір қызып келген кезде қамарды еліктіріп жүгіртем деп, Ишекең әлденеше қайтара барып сүйресе де, болдыра алмаған соң, назаланғандай болып, аруақ құдайға жалбарынып, әулие масайықтарға сыйынып, бабаларын шақырып, дөнен бұқаның кеудесінде көміжілдеп, омырауын ашып тастап, көзі қызарып кетіп, жылына танаулатып, мүриттермен ду қосылып айтқандағысы мынау еді: Кеспей аялдау, мапи қалби ғауырылдай. Енлем алдау құлқынға мал түспейді алламау. Әуелі жар боп жебей көр, құтты қожа сартым бет. Одан соң сүйеп демей бір, аруақты туған байым бет. Алдау үшін айтамын, Мәдинеде Мұхамбет. Ауызға алдым сені де Түркістанда Қожахмет. Қалдырмасын тағы да үргеніште Балуан Ахмет. Құлқын жайын қарастыр, пел түрейсіп Ишан Қазірет. Осылайша Ишекеңдер 2-3 сағатта құтырған өгізше өкірсіп, болған соң күндегі қалпынша ақ майға лықайсып, тағы бірсыпыра ауыздарын қисаңдатысып, таспи қалып отырған болып ұйықтады. Ертеңінде бір мөреде ұйқысынан тұрысымен Нұрымның көзінше Ишекеңе қарап: апырмай, дертінің есі күшті екен. Қасына жақын жатқан менімен алысып, мынау көзіме түнде қара кездігін тығып алған көрдіңіз бе? Әйтеуір сіз арашаламағанда деп көміл жұтып қойды. Ишекең тамағын кенеп, көзін алайтыңқырап қойып: түндегі ме? Ол маған неше күнде келіп бата алмай жүреді. Ешкімге әзір ауыздан шығармасқа керек. Соңғы екеуінің атын аңғара алмай қалдым. Бастапқы үлкендерінің аты Әмина, Сәлима, Халима еді. Деді боқшасын ақтарып қағаз алып жаза бастады. Қағазға қамыс қаламмен баттиып тез Әмина, Сәлима, Халима деп жазды да, күйдірейік батжығыр дұспандарды деп отқа жандырды. Нұрым енді аурудың есі күйді жазылады деп нанып, қуанышы қойнына сыймауда еді. Өстіп, 7 күнде шатпаған шатақ қоймай, пәрменіше көңілденіп қараған болды. Қамарды 3-4 жігітке ұстатып қойып, шапқымен төбесін тесті. Өзінің күн бұрын шаш тырнақ, жібек, тағы түрлі нәрселерден істеп дайырлап қойған түйіндерін қанға бояп, әлгі тесіктің ішінен оқуменен бойындағы дуасын шығардым. Енді жазылады мінекей деп алып, жұртқа көрсетті. Бұған халықтың нанғандығы сонша: бейшараны Құдай ал құлым деді ғой десіп шу ете қалды. Бірақ Қамар күн асқан сайын кергетіп нашарланып барады. Онда жұмыстары да жоқ. Қожекең қарағалы өңі тәуір пәлен түгендеп, Нұрымның ыңғайына қарай сөйлеушілер көп еді. Солай біраз шатып бұтып шаршаған соң, Ишекең жарықтықтар қайтуға қамданысты. Тап жүрерінде Нұрымға қарап: әйтеуір сіздің шақырып, біздің келгенімізге қарай, бабаның кәрі аруақтары жар болып садаған кетейіндер, басындағы дуа салынып, ең күшті науқасының беті қайтты ғой. Енді қызылды жасылды анда-санда есін аударыңқырап тұратын үйреншіктілі бірдеңесі бар. Өда біраз әлсіреді. Мұнан бұлай бірте-бірте тәуір бола бастар. Ақыр бойына сіңісті болып бара жатса, мына жердегі көңілбай бақсыға 1-2 оқытып жіберерсіңдер. Мұнда елі уақ дертке тәуір дейтін. Бірақ оңаша қалдырмаңыздар, дәретсіз маңайында бармаңыздар, ерегісіп кетеді. Онан соң үйге кіргізбе кесапаты бар деп, Нұрымның жек көретін 1-2 адамын көрсетті. Нұрымның қуанғандығынан шелектей танауы делдейіп кетіп, 7 атадан тілеулес аруағынан айналайын тақсыр пірімай, мұнда тағы 1-2 күн болыңыз деп өзір қылып жібермеді. Жат елдегі пәлем мырза барғанда соны беріпті деген атақ болсын деп, олжаны Ишекеңдерде ойдағыларынан 2 есе артылдырып берді. Сонан біліңіз, жанындағы мүриттеріне дейін бір ат шапан кидіріп қайтарды. Ишанның Нұрымнан қашан босауын аңдысып тұрған қазақтар, Ишанды қайдан еліне қайтарсын, қолдан қолға түсірмей ала кетіп жөнелді. Оның ішінде кітап аштыратыны бар, қақтырып соқтырып үшкіртіп түкіртетіні бар, тәс баламын, балалы боламын деп жүрген сопылар да бар. Не қылса да сол маңайдағы қазақтар іздесе табылмайтын жарықтықты
Құдай қолға айдап кеп бергенде деп, жүз түрлі мұқтаждықпен алды ат, айғыр, қошқар, арты теңге тебен садақаларын дайырлап, тымақ құштар болып тұр еді, қолдарына тиді. Онан соңғы есебін Құдай өзі білмесе, пенденің аузы жеткізе алмас. Одан бұлай Қамардың жайы күн сайын төмендей берген соң, Ишанның әлгі сілтеу бойынша Көңілбай бақсын алдырды. Ишанға қылған сый құрметтерді оған да көрсетіп, айтқан лепесіне бәйек тұрып Қамарды қолына тапсырды. Бақсы, Қамардікі үйірлі жын қайда? Бұл аурусымен-ақ маған сезілген. Әуелгі жындарымды шақырып, аруақтарымды жинап 3 күндей ойнаймын. 7 қуыршақ, 7 қара тікен тұз, 3 жылғы қара ту ешкінің сүйегімен көшіріп, жолға тастап зират айналдырамын. Тіпті жазылмай қалмайды. Дертінің иесі жегілейін бара жатса, жылайды, жалынады, сөйттеген деп, зынхар аяушы болмаңдар. Бәрін қылдыратын жыны аурудың иесі дейді. Алдында Ишанның умалауынан зәрелеп болып қалған сорлы Қамар, бақсы ойнайын десе ойнамақ тұрсын. Маңайына жақын барса да, ұядағы балапандай шырылдап, міз бақтырмады. Ойбайдан ойбай салды. Бақсы, әне Құдай берді. Ол дертінің алдымнан қорқып, именейін дегені. Иншалла жазылайын деп тұр. Ауру Құдайысы айып бар ма? Жамандығына болған жоқ қой. Мұны ортадағы подвалға бинт қағып, мойнынан байлап, және екі қолын артына жұмсақ орамалмен таңып қоярға керек, деді. Отырған жұрт құп деп басталып айтқанның бәрін қылды. Сонан бақсы білеудей 8 қырлы сарбас қамшыменен өзін өз ұрып, бөлініп кеп аруақ деп жындарын шақырып, көзін алақтатып, тілін салақтатып, шырайнала олай бір бұлай бір зырылдап жүгіріп, ал кеп ұрмасын ба. Қамар сорлы мүсәпірсіп шырылдаған дыбыспен, әй ағатайлар, дүние ақыретте көгесегің болайын. Мынадай қорлықты көрсеткенше, жанымды қинамай бір жолата өлтіріңдер. Құным сұраусыз болсын. Болмаса қолымды босатыңыз, өзім өлейін деп, мұсылман адамның сай-сүйегі сырқырағандай зарлап кеп жалынып еді, оны қазақ қайдан қабылдасын. Апырмай, мына бақсыға ерегісуін қарашы. Ишанды да шыбынқұрлы көрген жоқ еді. Құдай бірдеңе берер, үндеме десіп, онан жаман қымтап байлай түсті. Қамар осындай жазықсыз қинауға ызаланып, тым болмаса өлуге де босана алмай тарыққан соң, аузына не келсе соны сөйледі. Басекең онан сайын бұрқырап бірдеңені көріп тұрған кісі секілденіп. Ақбоз атты қасында, әуей көгі басында, анау кірді миыңа жүректегі шиынға. Әруақ жәрдем бермесе, үстің түбі барады, шама келмей қиынға деп, Қамардың үстіне төніп, дырау қамшысыменен басқа көзге беталды төпелей бастады. Қамар сорлының қолындағы даусы құраққа шықса да, бейшарау, дертіңе шипа берсін. Саған кім болса да қастық қылып отырған жоқ қой деуден басқа, бақсыға қой деуші кісі жоқ еді. Себебі күн бұрын бақсы ұқтырып қойған. Таяқ дертінің иесіне теді. Тіпті басын отқа тықса да зиян жоқ. Қайта шыны күйеді деп. Қамар қанша жалынса да, мейірім қылар жұртының сыйқы мынау болды. Өз бетімен өлуге де қолын босатпай қойды. Қашан шығып кеткенше, ыстық жан шіркін шыдата ма? Тұш шетіне ащы таяқ өтіп шыдатпай бара жатқан соң, Қамар бақсына ағатайлай бастады. Қасқырдан қайрат кетсе, ешкіні апа қылады деген сол, және көп кісі жиылған ыстық үйдің сасық ауасы, ауру Қамар тұрсын, сау кісіні болықтырып өлтіріп барады. Міне Қамардың таяғы өтіп жалындағы үйдегі өңкей мыйсыз өгіздер. Әйдай Құдай берді, Қамар жазылды. Дерттің иесін біздің бақсының жыны жеңді деп мәз-мейрам болысты. Бақсы да енді сабауын қойып, солай ма? Сөйтуші еді ғой баяғыда деп, біраз күліңкіреген болып, тағы екіленіп бұрқырай бастады. Бұрқырап, қырқырап, тәлтіректеп есін білмеген кісі болып жүріп, ақыра жолынып мынаны айтты. Айналайын арығау, толған айын аруағау. Жан қысылған кезінде қолғалайын аруағау. Қара қасқа ат бек мініп, жал құйрығын шорттайып, борадайын түксейіп, қарт қабандай бүкшейіп,
Көк кептір менің жолдасым көз жасымды есейші. Апжыланды қолға алып айдаһарды соңға алып. Ақ борандай долданып қара бүркірт қарағым түйіліп келіп тесейші. Ақбоз ат мініп жарысқан, ауыздықпен алысқан, жоғымды іздеп табысқан, дұшпаныммен шабысқан, аясында 6 аруақ. Сауыт сайман асынған, нас адамды басынған, омырауы ашылған, аузынан көбік шашылған, жер астында 7 аруақ. Қара шотай бабам-ау, медеткер бол балаң-ау, ектен сүйіп жіберсең, қалайда жол табам-ау. Осы үйде бар бір құлат, 2 жылдай құр құлат. Барда көзін тез жоғалт, кесел болып тұр бұлат. Тағы да бар көгөгіз, қасында бар көп өгіз. Ауыртпалық соған түсіп тұр, жалған айтты демеңіз. 5-еуін зорға өлтірдім, ең үлкенін келтірдім. Бұған шамам келмеді, не қылсам да өлмеді. Садақаменен болмаса, құр айтқанға көнбеді, деп бақсы талықсыған болып қиқаңдап жығыла кетті. Ой, аруағыңа болайын деп, бақсының қатты күрілдегеніне разы болып отырған жұрт. Ой, сабазың, енді қайтсын деп бақсыға су бүркісіп, әрқайсысы өзі білетін құлқуаларын оқысып, біраз дем салысты. Аузын қылжалаңдатып, ішінен әлденемені күбірлеген болып, жыбырлап сұлқ жатқан бақсы. Оялы ұйықтап кеткен екенмін деп, жарты сағаттан соң біреумен алысқан кісіге ұқсап, 2 иығынан дем алып түрегелді. Және бақсының дәретсіз кісілерді шалып кетеді мұныкі керемет күшті һәм үйірлі жын деп, жұртты қорқытып, су жүрек қылып қойғандығы сонша, қашан кеш болды жарықсыз, серіксіз, қандай әулемен деп жүрген кісілер болса да далаға шыға алмады. Түсінде ме, өңінде ме әйтеуір елегізіп, о жер бұ жерден сары ит пе, қара ит пе керек, топтанған қыз келіншек, пәлен түген көрдім деушілер де көбейіп кетті. Әйтеуір сол ауылдың кісілерінің көздеріне ажал көрініп тұрғандай-ақ тауба таупыққа бір келтірді. Беталды үрейленіп, көзіне әлде нәрселер көрініп, кірбігін ілмей шығушыларды аз емес еді. Тіпті өмірінде басы сәждеге тиіп көрмегендердің өзі дәретсіз, бісмілләсіз жүрмей, қалтырауық сопы болып алды. Кеш болса жүректер ауыздарына шығып лүпілдеп, ауыздарында бісміллә жан-жағының оқынып жүруші еді. Бақсы жұрт нанған сайын құтырып, күннен күнге мен бүгін пәлеммен алысып шықтым, түгенмен жолысып, ұйықтамадым деп, қиюы жоқ түпсіз өтіріктерді ағызып, құр зәрелерін ала беруді білді. Бақсының әлгі ауыртпалық түсті деген малдарынан тезінен садақа қылып құтылысты. Көбін еңбек иесі бақсының өзіне қойды. Бейшараның бақыты бар екен. Ахметке барса несін беріп қаратар еді. Барлығыңыздан білінбей жатыр ғой деп, нұрымды онан сайын қаудайтып қойышыларды аз емес еді. Осы қалыпта бақсы 3 күндей қараған соң міне бүгін зиярат айналдырып, көшірмекші күні зиярат ауылдан 2 шақырым жол үстінде. Қасында 10 шақты құдай ұрғандар бар. Бастығы Нұрым қамарды түндікке орап алып, аруақ құдайға жалбарынып зиратқа барды. Бақсекең тағып бұрқылдап, жез қамшысын бір олай бір бұлай бұлғап, қамарды тізерлетіп, зиратты айналдырып жүрген кезеді. Анау жерден бұларға қарсы бұрылып жүрген 1-2 атты кісі көрінді. Бөгімдеп тұрса, Омар мен Баяға күйікке шыдай алмай, оқуға қашқан Ахмет сорлы болып шықты. Қамардың мынадай жайын естіген соң, онда жүріп тағы тынши алмай, көзі барда көріп қалайын деп, қалашымен бірге аңсап, сусап келіп жеткен екен. Нұрым бөгәпір қайдан жүр деп таяқтың астына алып қойын десе де, қасындағы Омардан бат алмады. Амансың ба деген болып, алақандай шегір көзінің оғыменен қарап, жақтырмаған ызғарын көрсетіңкіреп қойды. Ахметтің басқасында ісі жоқ, есі дерті қамарды көруде. Сөйлесе ықтиярсыз жылап жібергендей, көз жасы тамағын болықтырып, бақсыны ішіп-жеп қайнатта отырды. Бақсы зиратты 7 айналдырып, жұмысын жұмыстап болған соң, Ахмет қамарды көруге ыңғайланды. Нұрым, қой, әлгі үйге барсын, сендерді көрген соң, тағы да далада сөйлеп, өйтім жүдеп қалады ғой, деді.
Бақсы ойбай көшіргенсің тоқтатып тұру жарамайды. Ауруды артына қаратпастан тез алып жүру керек деп түндікке оралған қалпынша ду кеп ала жөнелісті. Омар мен Ахмет аттарына әзер мініп, әлгі кісілердің соңдарынан ақырын салбырып қана ілбудеді. Анда-санда іштерден ух деп шыққан ыстық деммен атып-атып кеткен көз жастары беттерін жуып отырды. Қастарындағы Нұрым күйеудің әлде дейін мазарат әңгімелер сұрап, мах-мох деп маңқылдаған даусы естілсе де, жауап беруге шамалары келе алмады. Өз жұмыстарымен бола берді. Ақыры Нұрым мырза бұлардың қасында шыдай алмай, ешкім үндемеген соң, жоқ бір нәрсені сылтау қылып ауылға қарай озды. Біраздан соң бұлар да келіп түсіп Қамардың қасына барды. Омарды қойшы, ол енді неде болса істің басынан көріп, көзі үйреніп жүр ғой. Мінекей, тосыннан көрген Ахмет сорлыны айтсайшы. Оның көзіне Қамар қайдан Қамар болып көрінсін. Бір көрген кісінің елестеп, есінен кетпей неше күндей ішін жандырып, ойға күлкісінен қалдыратын сұлу Қамар, адам шошып кеткендей қияпатқа кіріп өзгерілген. Азырақ көз пернесімен сыңсып шыққан нәзік қана дыбысы болмаса, мынау Қамар деп жанын берсе де, нанарлық қияпатта емес еді. Соның үшін көрген жерден-ақ Ахметтің жүрегі тас төбесіне шығып, ой пірім, мынау Қамар ма? Қамаржан ба, қалқажан ба, шын сол ма деп, киімін шешпестен жүгіріп барып, жастығымен қабат құшақтап өкірей құлай кетті. Омардың өз басына туып отырған ақыр заманда аз емес қой. Міне бұған мына Ахметті қуып жібермегендігіне өкініп, көгеріп сазарып отырған Нұрым қайтты дейсіз. Бір істі, бір кепті не қыларын білмеді, қалшылдады, дірілдеді. Ақыр ашуға булығып шыдамағандықтан үйден шығып кетті. Бір ол жақ, бір бұл жаққа шығып ебелектеп, Ахметті айналы қипақтап бақсы жүр. Анда-санда, не болды қойыңдыр? Жаңа жазылып келе жатқанда тағы ауру ерегісіп кетеді ғой. Мұнаның өзі бір есер неменеке ғой деп қаттырақ жекірген болып қояды. Жай отырған кісілерге Нұрымның ыңғайына қарай қозғалуға арғы жүректері ырық бермеді. Ахмет біраздан соң басын көтеріп, Қамардың маңдайына қолын қойып, үстіне түсіп кеткендей біртүрлі аянышты қияпетте бетіне қарады да отырды. Қамар бақсының жылмалауымен есін жия алмай жатыр еді. Ойында жоқ жерден қасында төніп отырған Ахметке көзі түсіп кетіп, Құдай көрсеттің бе дегендей қылып күлімсіреп жіберді. Ұмсынып, қозғалыңқырап еді, тұруға шамасы келмеді. Құр қолын созып Ахметтің қолын жүрегінің басына әкеп, сырттан басып, қысып-қысып қояды. Біраз жаутаңдап қараған соң, көрген қорлықтарын шаққандай қып көзінің шып-шық шыққан жас тамшысы екі жағына қарай, бірінің артынан бірін қуып моншақтай бастады. Кезеріп, көгілжім тартыңқырап, ернін жиырыңқырап, кеңсеңдегені білінді. Омар, қой қарағым, қиналып қаласың ғой деп, жыламсырап көзін сүртіп еді. Ақы тұра тұршы деп, Ахметке қарай аударылды. Шаққан сымақ ыңырсып қана. Жан достым, Ахметпісің, шанымбысың? Қайдан келдің, қайда жүрдің? Қарағым дейтін Қамарыңды көргел келдің бе? Міне Қамарың, көр, міне көр.